зейнетақысы 30-50%-ға көбейеді деген ақпарат тарады. Бұл ақпарат қаншалықты шындыққа жанасады? Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Егер хабарды толық білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз қабатулланың қабырғаларын ұстасын. Әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде зейнетақы төлемдерін қайта есептеу арқылы 30-50%-ға арттыру туралы шындыққа жанаспайтын ақпарат тарады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі бұл хабарды жоққа шығарды, деп хабарлайды Қазақпарат. Таратылған бейнероликте зейнетақыны арттыру үшін 20 жылдан бастан еңбек өтілі және еңбек кітапшасында белгілі бір жазба болуы керек деп айтылады. Бұл жағдайда роликтің авторы оның қандай жазба екенін білу үшін сілтемеге өтуді сұрайды. Азаматтарға тексерілмеген сілтемеге кірмеу, сонымен қатар алаяқтар пайдалана алатын күмәнді интернет ресурстарды өздерінің жеке деректерін қалдырмауға кеңес береміз. Ақпаратты тек ресми көздерден пайдалануды сұраймыз, деп ескертеді министрлік. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Арнамызға жазылып, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Сау саламат болыңыз.